Сәлем достар, бұл пирожнылардың үшінші часті, бірінші және екінші частін описанияға белгілеп кетемін. Бүгін сіздермен красный бархат пирожныйын жасаймыз. Бізге керекті заттар айран, қант, жұмыртқа, май және де ұн, разрыхлитель и краситель. Ыдысымызға жұмыртқа мен қантты салып, жақсылап көпіргенше миксерлейміз. Миксерлеп болған соң жұмсақ сары майымызды саламыз және тағы да жақсылап миксерлейміз. Айранымызды саламыз, жақсылап миксерлейміз. Ендігі кезекте ұнымыз бен разрыхлителімізді саламыз. 3-4 бөлікке бөліп саламыз, видеода көрсетілгендей. Жақсылап араластырамыз. Массамыз қою болады, енді кішкене сүт құямыз. Тестамыз жақсылап миксерленді. Осы тестамыздың үстіне енді красителімізді саламыз. Егер де сіздерде сұйық краситель болса, 2-3 ас қасық сала берсеңіздер болады. Тестамыз дайын болды. Енді осыны противенге салып пісіріп аламыз. Пирожныларымызды духовкаға 180 градусқа 20-25 минутқа пісіріп аламыз. Пирожныларымыз пісіп шықты. Енді осындай домалақ формамен кесіп аламыз. Пирожныларымызды осылай кесіп аламыз және де ішіне крем жағатын боламыз. Кремнің рецептісі менің каналымда бар, капкейки бөлімінде, яғни бірінші часть пирожныйда. Мен гүлді насатканы қолданамын, сіздер қалаған насаткаларыңызды қолдана берсеңіздер болады. Осылай барлық пирожныймен жасап шығамыз. Мен әр пирожныйды осындай кекстің одноразовый қағазына саламын. Өте әдемі көрінеді. Біздің пирожныларымыз дайын болды. Енді мен оны әсемдеуге кірісемін. Сахарная пудра, крем және де құлпынаймен әсемдеймін. Біздің әдемі пирожныларымыз дайын болды. Барлықтарыңызға ас болсын. Каналыма тіркеліп лайк басып қойыңыздар.